Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте пайдалы, дәрумендерге бай көкөністермен салат жасайтын боламыз. Салаттың жасалу жолы оңай және жылдам, 5-ақ минутта дайын болады. Отбасыңыздағы барлық адамдар сүйіп жейтін салат. Әсіресе балалар да жақсы көреді. Сонымен салатымызды бастаймыз. Бізге қажетті көкөністердің барлығын тазалап жуып аламыз. Мұндағы көкөністер бұл редиска, қияр, көк пияз, укроп және сарымсақ. Сарымсақтың жасыл сарымсақ. Алдымен редискамызды ұзынша қылып турап аламыз. Жіңішке және ұзынша қылып тураймыз. Сосын қиярымызды да дәл редисканы турағандай ұзынша қылып турап аламыз. Қалауларыңызша қиярды немесе редисканы пышақпен немесе теркамен, үккіштің үлкен көзімен өткізіп алсаңыздар да болады. Мен кішкене ірі болған қаладым, осылай пышақпен турап шықтым. Бұл салаттың жақсы жағы өте жылдам дайын болады. Тамағымыз пісерден 5-10 минут бұрын осылай жуып, майдалап турап алып, дайындай аламыз. Және салат дәрумендерге өте бай, көктемнің күнінде осылай жиі жасап жеген өте пайдалы. Қиярымызды турап болған соң ыдысымызға салып алып, сосын сарымсағымызды турайтын боламыз. Сарымсағымызды өте жіңішке қылып тураған дұрыс, сонда дәмі әдемі болып шығады. Турап алған соң, кішкене үстінен тағы да осылай майдалап жібереміз және ыдысымызға саламыз. Сарымсағымыздан кейін көк пиязымызды, сосын укропымызды турап, ыдысымызға салып аламыз. Барлық көкөністерімізді турап болдық. Ал енді үстіне айранымызды құйып, араластырып аламыз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш қоссаңыздар болады. Мен мұнда тек тұз ғана қостым. Сонымен салатымыз дайын болды. Дастарханыңызға қоя берсеңіздер болады. Салат дайын. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Өте оңай әрі жылдам дайын болады. Және өте пайдалы. Былайша айтқанда, ПП салат десе де болады. Сіздерге осы видеом ұнаған болса және пайдалы болған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Және қоңыраушаны басып қойсаңыздар, менің жаңа шыққан видеоларымды алғашқы болып көре аласыздар. Менің рецепттерім туралы өз ойларыңызды төменде комментарийларға жазып кетсеңіздер болады. Және сұрақтарыңыз болса, сонда қоя аласыздар. Мен міндетті түрде көріп, жауап беретін боламын. Барлықтарыңызға ас болсын.